Бүгін сіздерге отбасымның ең сүйікті торты, молочная девочка торты, яғни сүтті қыз тортының жасалу жолын ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және де комментарийға қандай да бір сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Бұл тортты дайындау үшін біз ең алдымен корждарын дайындайтын боламыз. 2 үлкендеу жұмыртқа, жұмыртқамыз бөлме температурасында жылыған болу керек. Және 90 грамм жұмсақ бөлме температурасындағы сары май, 72-82,5% сары майлар жақсы. Және қоюлатылған сүт, 3 желания немесе Любавинка фирмаларының сгущенкалары өте сапалы болып келеді. Сол сгущенкаларды пайдаланғандарыңыз жақсырақ болады. Алдымен баяу жылдамдықта, одан кейін біртіндеп көбейте отырып, қатты жылдамдықта миксерлейтін боламыз. 5 минут көлемінде миксерлесеңіздер жеткілікті. Енді ұнымызға 160 грамм ұнымызға 10 грамм қамыр қопсықышымызды қосып, 2 бөліп қосатын боламыз. Ұнымызды қосқаннан кейін жақсылап біркелкі болғанша миксермен араластырып алып, осындай қоймалжың масса аламыз. Корждарын дайындау өте жеңіл, тез дайын болады, және де құрамы да көп затты қажет етпейді. Енді осындай пергамент қағаздарына 2-3 қасық көлемінде қамырымызды құйып аламыз. Ендігі кезекте осындай кальцоны пайдаланатын боламыз. Қамырымызды сол арқылы дөңгелек етіп жайып, бетін осылай палеткамен бір тегістейтін боламыз. Енді 180 градуста әрбір коржды 5-7 минут аралығында сәл қызарғанша ғана пісіріп алатын боламыз. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Кремін дайындау үшін 150 грамм сүзбелі ірімшік, творожный сыр, яғни 90-100 грамм мөлшерінде қант ұнтағы және 500 мл сливке қажет. Сливкиді пайдаланар алдында осылай қапшығына жайып, кішкене араластырып жіберген жақсы. Творожный сыр менде сұйықтау, сондықтан осы молочная девочка тортына жақсы келеді. Егерде творожный сырыңыз қою болатын болса, онда тек сливкидің өзінен ғана крем жасауға болады. Сонда тортымыз жұмсақ, дәмді болып шығады. Біраз крем 100-120 грамм көлемінде сыртқы қаптауға алып қалдым. Оны тоңазытқышқа қойып қоямыз. Қалған креммен корждардың арасына жағатын боламыз. 2-3 қасық көлемінде осылай қасықпен жаққан ыңғайлы болады.
жаңағы рецепт бойынша менде 7 корж шықты. Егерде қаласаңыздар, диаметрді кішірек етіп алып, 18 см диаметрді 9-11 корж жасауға болады. Онда тортымыз жіңішке, бірақ биік шығады. Енді осы дайын болған тортымызды тоңазытқышқа 2 сағат көлемінде қойып қоямыз. Себебі крем кішкене сіңіп, торт өзінің бір қалыпты жаңағы салқын жерде тұру керек. 2 сағат өткеннен кейін осылай кальцонымызды шығаратын боламыз. Ендігі кезекте сыртқы кремді жағып әсемдейміз. Тематикалық торттарды дайындау барысында сыртқы крем басқа рецептпен жасалады. Ол туралы кейініректе айтатын боламын. Бұл жаңағы жасап жатқан креміміз қарапайым. Күнделікті өзімізге жасауға болады. Осылай қырларын шығарып, әбден тегістеп аламыз. Ендігі кезекте сыртына глазурь дайындайтын боламыз. Ол үшін 40 грамм мөлшерінде Қазақстан шоколадымызға сливки немесе сары май құйып глазурь дайындауға болады. Микротолқынды пеште ерітетін боламыз. Шоколадымыз кішкене суығаннан кейін барып жаққанымыз дұрыс болады. Және де тортымыз 1 сағат көлемінде тоңазытқышта суы керек. Менде кішкене асық ыстық болып, жаңағы сыртқы кремді жаққаннан кейін тортым салқындамады, сондықтан глазурімде кішкене әдемі орналаспады. Сіздермен барынша тортты дайындаудың қарапайым тәсілдермен бөлісуге тырыстым. Комментарийға тағы да қандай торттың рецебін көргілеріңіз келеді, сол туралы жазып кетсеңіздер болады. Мұнда алдын ала дайындалған шариктер, бұны глазурьден дайындаймыз. Арнайы силиконды шариктерге арналған ыдысшалар болады, соларға жаңағы салу арқылы. Ол туралы да кейінірек бөлісетін боламын.
Енді тортымызға осындай жазуды да сол глазурь арқылы жазамыз. Сары алтын тектес жылтыр бұл кандурин деп аталады. Арнайы кондитерлік дүкендерде сатылады. Жеуге жарамды. Оны спирт қосу арқылы немесе сұйық май қосу арқылы пайдалануға болады. Құрғақ күйінде де пайдалануға болады. Бірақ спиртті қолдануға кеңес бермеймін. Сұйық май кішкене тамызып, кішкене бір тамшы ғана тамызып, осылай жазуды әдемілейтін боламыз. Ал шариктерге құрғақтай пайдалануға болады. Осылай артық жерінде шоколад керек емес жеріне тамып кететін болса, кішкене қатқаннан кейін пышақтың көмегімен алып тастаймыз. Енді әдеміледік. Өте дәмді. Кордары да көтеріліп әдемі шықты.